Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай шашыраңқы болып шығатын, бір-біріне мүлдем жауыспайтын, өте дәмді болып шығатын күріштің дайындалу әдісін көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге күріш қажет болады. Күріштің сорты маңызды емес, өз қалауыңыз бойынша таңдасаңыздар болады. Мен осылай күрішті ситыға салып алдым. Қазір жуған кезде де ыңғайлы болады, кептірген кезде де. Күрішімізді 2-3 қайтара жақсылап жуып алатын боламыз. Барлық крахмалы барлығы кету керек. Мінекей күрішімізді осылай жақсылап жуып алғаннан кейін кептіруге қойып қоятын боламыз. Суы барлығы сорғылғанша, шамамен 2-3 минутқа. Енді күрішімізді әбден сорғытып алғаннан кейін табамызға майымызды құямыз. Шамамен 1,5-1 ас қасықтай май құйдым. Көз мөлшерімен күрішімізді саламыз. Күрішімізді жақсылап қуырып алатын боламыз. Жаңағы құйған майымыз күрішімізге сіңгенше шамамен 3-4 минуттай қуырып алатын боламыз. Бірақ та табамызға жауысып қалмасын күрішіміз. Араластырып тұратын боламыз. Күрішімізді қуырған сайын қатайып шығады. Бірақ та қатты күйдіріп жүрмеңіздер. Дәміне қарай тұз қосамыз. Араластырамыз. Енді күрішке ыстық суымызды құямыз. 1 стакан күрішке 2 стакан су құятын боламыз. Немесе суымызды көз мөлшерімен құйсаңыздар да болады. Күріштен сәл асырып, бірақ та көбірек құйып жүрмеңіздер. Езіліп кетуі мүмкін күрішіміз. Күрішімізге суымызды құйып алғаннан кейін қатты отта 1-2 минуттай қайнатып аламыз. Содан кейін астын басып, ең баяу отқа қойып, шамамен 10-15 минуттай толықтай піскенше пісіріп алатын боламыз. Күрішімізді пісіріп жатқан кезде қақпағын мүлдем ашпаңыздар. Мінекей біздің күрішіміз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Шашыраңқы болып, мінекей көріп тұрғаныңыздай бір-біріне жабыспайды. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Ал егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.